Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше пирожный даярлайтын боламыз. Пирожный шоколадный бисквиттен, малиновый чизкейктен және фисташковый мустан тұрады. Пирожныйлар шындығында ерекше дәмді болып шығады. Видео рецепті соңына дейін тамашалап, менімен бірге даярлаңыздар. Шоколадный бисквит үшін 1 дана жұмыртқа, 1 шымшым тұз, 45 грамм қант, 50 грамм сүт, 45 грамм ұн, 15 грамм какао қажет. Алдымен 1 дана жұмыртқаға 1 шымшым тұз және қанттың барлығын қосып, оны миксермен араластырамыз. Жұмыртқаның түсі ағарып, көлемі ұлғаюы тиіс. Бисквиттің көтерілуі осы жұмыртқаға байланысты, сондықтан миксермен жақсылап араластырамыз. Миксердің басын көтерген уақытта жұмыртқаның ізі бірнеше секундқа дейін кетпей тұруы тиіс. Құрғақ заттарымыз ұн мен какаоны елеп отырып, 2 бөлікке бөліп отырып қосамыз. Бірінші елеп отырып 1 бөлігін қосамыз. Содан соң силиконовый лопаткамен астан үстіне қарай араластырамыз. Міндетті түрде силиконовый лопатканы қолданамыз, сонда жұмыртқамыз басылып қалмайды. Бұл бисквиттің жақсы көтерілуіне әсер етеді. Біркелкі массаға айналғаннан соң сүттің барлығын құямыз. Онда силиконовый лопаткамен біркелкі массаға айналғанға дейін араластырамыз. Қатты көп араластырудың қажеті жоқ, аздап қана араластырамыз. Осы массамызға қалған ұн мен какаоны елеп отырып қосып, онда силиконовый лопаткамен біркелкі массаға айналғанға дейін араластырамыз. Противенің үстіне пергамент қағазын немесе тефлоновый коврикті төсеп, осы бисквитіміздің массасын орналастырамыз. Орналастырған массаны лопаткамен шамамен ұзындығы мен енін 18 см болатындай етіп жайып аламыз. Бисквитті 175 градуста қызып тұрған пеште шамамен 7 минут көлемінде пісіреміз. Барлығы сіздің пешіңізге байланысты. Бисквит піскен уақытта міндетті түрде ағаш палочкамен тексеріңіздер. Бисквитті өте ұзақ мөлшерде духовкада ұстамаймыз, себебі бисквит жұқа болғандықтан ол тез кеуіп кетуі мүмкін. Ал бұл пирожныйлар үшін бізге жұмсақ бисквит қажет. Бисквит піскен уақытта оны ыстық күйінде пергамент қағаздан немесе тефлоновый ковриктен ажыратамыз. Бисквиттің ұзындығы мен ені 18 см болатындай етіп кесіп аламыз. Бисквиттің үстіне 4 бұрышты форманы қойып, оның жан-жағын пышақпен кесіп аламыз. Түзу тақтайдың үстіне пищевая пленканы төсейміз, оның үстіне осы бисквитімізді формамен орналастырамыз. Келесі кезекте таңқурайдан чизкейк, яғни малиновый чизкейк даярлайтын боламыз. Ол үшін 100 грамм малиновое пюре, 5 грамм желатин. Мен халал листовой желатинді қолдандым, оны көп мөлшердегі суға салып қоямыз. Егер порошковый желатинді қолданар болсаңыз, оны 25 грамм салқын суға араластырып, оны ісінгенге дейін қалдырамыз. 150 грамм творожный сыр және 60 грамм қант қажет. Менде дайын малиновый пюре болмағандықтан мен қатырылған малинаны блендердің көмегімен езіп алдым. Сито арқылы өткізіп, малинаның сүйегінен пюрені ажыратып алсаңыздар болады. Мен өзім пюрені сүйегінен ажыратпадым. Малинаның пюресін газға қойып ысытып аламыз. Ыстық пюреге ісінген листовой желатинді қатты сығып, суынан ажыратып саламыз. Пюреге қантты салып, оны біркелкі массаға айналғанға дейін оны блендердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте осы массамызға творожный сырды салып, оны да блендердің көмегімен араластырамыз. Дайындап алған малиновый чизкейкті бисквиттің үстіне орналастырамыз. Чизкейктің бетін тегістеп шығамыз. Чизкейктің ішіне малиналарды орналастырып шығамыз. Мен замороженный малинаны қолдандым. Егер свежий болған жағдайда, оны да қолдансаңыздар болады. Бисквит пен чизкейк салынған форманы мусс дайын болғанға дейін біз морозильникке салып қоямыз. Келесі кезекте фисташковый мусс даярлайтын боламыз. Ол үшін 200 грамм сүт, 2 сарыуыз, 30 грамм қант, 10 грамм жүгері крахмалы, 10 грамм желатин, менде листовой желатин, 120 грамм ақ шоколад, 100 грамм фисташковая паста және 300 грамм сливки қажет. Сливкидің майлылығы 33-35% болу қажет. Егер листовой желатинді қолданар болсаңыз, көп мөлшердегі салқын суға салып қоясыздар. Ал егер порошковый желатинді қолданар болсаңыз, оны суға салып, араластырып, ісінгенге дейін қалдырасыздар.
Ыдысқа сүт, қант, кукуруз крахмалы және 2 сарыуызды қосып, оны блендердің немесе венчиктің көмегімен біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Осы массамызды газға қойып, венчикпен үздіксіз араластырып отырамыз. Баяу отта қайнағаннан соң ол қоюлана түседі. Видеода көрсетілгендей етіп қоюлана түскеннен соң біз оны газдан аламыз. Газда қайнатқан уақытта міндетті түрде үздіксіз араластырып отыруды ұмытпаймыз, себебі асты күйіп кетпеуі тиіс. Осы ыстық массамызға ісінген желатинді қатты сығып отырып, суынан ажыратып қосамыз. Оған ақ шоколадтың барлығын қосып, шамамен 1 минут көлемінде қалдырамыз. Шоколад еруі тиіс. Блендердің көмегімен шоколад пен желатинді біркелкі массаға айналғанға дейін жақсылап араластырамыз. Осы массамызға фисташковый пастаны қосып, оны да блендердің көмегімен біркелкі массаға айналғанға дейін жақсылап араластырамыз. Бізде осындай түсі өте әдемі масса пайда болуы тиіс. Бұл фисташканың табиғи түсі. Ешқандай краситель қосылмаған. Осы фисташковый массамызды біз сливкимен араластыратын боламыз. Сондықтан фисташковый масса бөлме температурасында толық суы қажет. Майлылығы 33-35% суық сливкиді миксердің көмегімен араластырамыз. Сливкиді аздап қоюланғанға дейін ғана араластырамыз, да плотных пиков жеткізбейміз. Әбден суыған фисташковый массамызды осы сливкиге қосып, оны силиконовый лопатканың көмегімен біркелкі массаға айналғанға дейін араластырамыз. Дайындап алған фисташковый мусты форманың ішіне құямыз. Осы форманы 2 сағат көлеміне морозильникке салып қоямыз. 2 сағаттан соң пирожныйды формадан ажыратамыз. Пирожныйды формадан ажырату үшін өткір пышақты қолданамыз. Және пышақты ыстық суға салып, оны құрғатып аламыз. Содан соң пирожныйды формадан ажыратамыз. Пирожныйды әр кескен сайын міндетті түрде пышақты ыстық суға салып, оны жақсылап құрғатып отыруды ұмытпаңыздар. 8 бірдей пирожныйға бөлеміз. Пирожныйлардың барлығы бірдей болып шығу үшін сызғышты қолдансаңыздар болады. Пирожныйларды кескен уақытта мен үлкен өткір пышақты қолдандым. Әр кескен сайын міндетті түрде ыстық суға салып, оны құрғатып сүртіп кестім. Сонда пирожныйлар оңайлықпен кесіледі. Дайын болған пирожныйларды бір-біріне қатты жақындатпай, оны тақтайдың үстіне орналастырамыз. Тақтайдың үстіне міндетті түрде пищевая пленка төсеп аламыз. Пирожныйлар толық қатқанға дейін шамамен 10 сағатқа морозильникке салып қоямыз. Пирожныйлардың сыртын өзіңіз қалауыңыз бойынша шоколадный глазурьмен, шоколадный велюрмен қаптасаңыз болады. Зеркальный глазурьдің рецептін сіздер менің каналымнан таба аласыздар. Осы рецептте мен қысқаша айтып өтейін. Зеркальный глазурь үшін 12 грамм порошковый халал желатин және оған 70 грамм су қажет. 150 грамм қант, 75 грамм су, 150 грамм глюкозный сироп, 150 грамм ақ шоколад, мен калибаут шоколадтың қолдандым. 100 грамм қоюлатылған сүт және жарты шай қасық диоксид титана, яғни ақ краситель қажет. Алдымен желатинге суды қосып, оны жақсылап араластырып, ісінгенге дейін қалдырамыз. Ковшқа қант, су, глюкозный сиропты қосып араластырып, оны газға қоямыз. Оны 105 градусқа дейін қайнатуымыз қажет. Міндетті түрде термометр қажет. Ақ шоколадқа сгущенканы қосамыз. Сироп 105 градусқа дейін қайнаған уақытта біз оны ақ шоколад пен сгущенкаға қосамыз. Барлығын араластырамыз. Осы массамыздың температурасы шамамен 70-80 градус болған уақытта оған желатинді қосамыз. Жарты шай қасық ақ бояу диоксид титананы қосамыз. Блендердің көмегімен блендердің басын көтермей түбіне салып, оны араластырамыз. Зеркальный глазурь көп көпіршіктенбеуі тиіс. Дайын болған глазурьдің бетін пищевая пленкамен жауып, оны 10 сағатқа, яғни 1 түнге холодильникте қалдырамыз. Зеркальный глазурьді өзіңіз қалауыңыз бойынша әртүрлі түске боясаңыздар болады. Оның жұмыс температурасы 30 градус. 30 градусқа дейін на водяной бане немесе микроволновкада жылытып аламыз. Морозильниктен шыққан қатып тұрған пирожныйлардың үстіне зеркальный глазурьді құйып шығамыз.
Зеркальный глазурды қатып тұрған пирожныйлардың немесе торттың үстінде шығарған бойда құю тиіс. Себебі оның бетінде конденсат пайда болған жағдайда зеркальный глазур оның бетіне жөнді тұрмайды. Зеркальный глазурдың бөлек рецебін описаниедегі ссылка арқылы көрсеңіздер болады. Зеркальный глазурдың аз ғана бөлігін қызыл бояуға бояп алып, жолақтар жасап сәндеп шықтым. Ал жан жағына сублимированная малина сеуіп шықтым. Осымен біздің сөзсіз дәмді десертіміз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, себебі өте дәмді шығады. Мен өз каналымда сіздермен тек қана ерекше тағамдардың, әртүрлі торттар мен десерттердің мастер-классымен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болғаныңызға рахмет.